Ертеде халық емшілері адамдарды шөппен, жануарлар етімен емдеген. Заман өте келе медицина дамыған сайын ол емдер ұмытыла бастады. Солардың бірнешеуін айтатын болсақ. Біріншісі, жылан, шаян, қарақұрт ара шаққанда уы бүкіл денеге тарамас үшін мүмкіншілік болса қатты етіп таңып тастайды. Содан кейін жәндік шаққан жерді пышақтың ұшымен кесіп, қанын ағызады да ешкінің күні бұрын әдейілеп кептірген өтін жағады. Халық емшілері ешкінің өтін көк дәрі деп атайды. Оның уды тез қайтаратын жақсы қасиеті бар. Екіншісі, туберкулез ауруында ит, кірпі, балпақ, борсық етін асып жегізіп, сорпасын ішкізген. Науқастың асқыну бауына қарай бір ай жегізіп, бір ай демалдырып, қайтадан бастай беруге болады. Бұл емді қазіргі таңда кейбір адамдар да қолданады. Яғни иттің, балпақтың, борсықтың етін жейтін адамдар кездеседі. Оған қоса алоэны, балды, ойран бояуды жүзім шарабына қосып, ашытып, үзбей 6 ай ішу керек. Сонымен қатар жарты литр сүтке 1-2 бас сарымсақ салып, қайнатып, тосап жасайды. Оны күніне ас қасықпен 4 рет ішеді. Бұл адамның тәбетін ашып, бойға қуат береді. Әрі туберкулезге таптырмайтын ем. Ал ірің аққан жерге жара жазатын дәріні жағуға болмайды деп есептеген. Ол үшін алоэны езіп, ойран бояуды күл сияқты етіп, ұнтақтап, араластырып пайдаланған. Үшіншісі, қан қысымы көтерілгенде 2 тәсілмен емдеген. Бірінші тәсіл, төбесінен қандауырмен шертіп, мүйізден жасалған арнайы түтікті сол қандауырмен шерткен жерге қойып, екінші жағынан сорып, арам қанын алған. Екінші тәсіл, маңдайдан қандауырмен қан алған. Қара қошқыл қан ағып болып, ал қызыл таза қаны көрінгенше ағызады да қан шыққан жерге киіз күйдіріп басып, қанын тоқтатқан. Бұл ем қазіргі кезде кері қолданылып келе жатыр. Сонымен қатар шөптермен де емдеген қан қысымын. Ермен, дала шайын, арыстан құйрықты, киікот шөптерін теңдей алып ұнтақтап, қайнаған суға салып, шай сияқты етіп емдеп ішкен. Төртіншісі, ер адамдарға қуат беретін дәріні бұрынғы халық емшілері жаңқиншақтың дәрісі деп атаған. 2 түрі болады. Қою, сұйық түрін дайындаған. Сұйық түрін жасау үшін алтын тамырды және қызылмия тамырларын теңдей қосып, ұнтақ жасаған. Сол ұнтақтың біраз қасығын жарты литр араққа салып, 1 жұма жылы жерге қойып, тұндырған. Дайын болған соң таңертең және кешке біраз қасығын алып, аздап су қосып, 1 ай ішкен. Белсіздікке, қан қысымы төмендеп шаршағандарға өте жақсы ем болған. Екіншісі, қою дәріні жасау үшін күз айында роза гүлінің жерге түскен жапырақтарын жинап алып, 3 литрлік ыдысқа салып, үстіне құм шекер қосып, әбден тығыздап, ішіне ауа кірместей етіп жауып тастау керек. Қыс айында ашса, керемет иісі мен дәмділігі болады. Соны күнде дастарханнан үзбей жеп отырса, ер адамның бойына қуат береді. Бірақ әлі үйленбеген, тұрмысқа шықпаған бозбала мен бойжеткенге беруге болмайды. Сонымен қатар, өткен видеода айтып кеткендей, пияз да мықты афродизиак болып табылады. Бесіншісі, егер адамда уақыт өте келе кереңдік пайда болса, онда бөлмеде өсетін қастамақ өсімдігімен емдеуге болады. Өсімдіктің 1-2 жапырағын алып, шырынан сығып алып, әрбір құлаққа 2 тамшыдан тамызу керек.
күніне бір мезгіл 10 күндей жасау керек. Емнің бір курсынан кейін құлақтың естуі қалпына келе бастайды. Назарларыңызға рахмет.